сәлеметсіздер ме? Лимонмен арықтау. Лимон арқылы арықтауға бола ма? Лимонның денсаулыққа пайдасы. Лимон бізге Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің жеңілдететін энзимдарын бөледі. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдамасаңыз, лимон көмегімен бауырды улы заттардан тазартуға болады. Лимон арықтау үшін де өте тиімді тәсілдердің бірі. Ал лимон қышқылы ас қорытуға пайдалы. Ол қарын ашуды бәсеңдетеді. С дәруменіне бай лимон иммунитетті жақсартады. Егер сіз лимон жегенді ұнатпасаңыз, онда лимон диетасын байқап көріңіз. Алайда лимон арықтауға тиімді болғанымен, оның да қарсы көрсеткіштері бар екенін ұмытпау керек. Оны тістері сезімтал, асқазан қышқылдарының деңгейі жоғары, асқазан ішек ауруларымен ауыратын жандарды арықтау үшін қолдануына кеңес етілмейді. Лимонды су ағзадағы қышқылдардың деңгейін көтереді. Нәтижесінде ағза кальцийді тез сіңіреді. Кальций өз кезегінде арықтауға көмектеседі. Ол артық майды кетіріп, денеге күш-қуат сыйлайды. Лимон мен арықтаудың тағы бір жолы бар. Диетаның бірінші күні 1 стакан суды 1 лимон шырынымен араластырып ішу керек. Келесі күні 2 лимон шырыны 2 стакан суды араластырып, осы ретпен күн өткен сайын лимон шырыны мен су мөлшерін арттыра түсіресіз. Жалпы диетаны 16 күн ұстайсыз. Лимонның зияны. Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізулі әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауруынан зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Лимон көптеген емдік қасиеті бар пайдалы жеміс. Оны тек дұрыс пайдалана білген жөн. Егер де ақпарат ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.